BYD. Бәріңізге сәлем. BYD деген сөзді естідіңіздер ма? Кім бұл BYD? Автомобиль десең әлемнің ең көп электрикті автомобилін өндірген компания. Батарея десең Тесланың өзіне де батарея сататын ең арзан батарея өндірушісі. Телефон десең iPhone'ның өндірушісі Foxconnнан кейін әлемнің ең үлкен телефон өндірушісі. Apple'дың iPad'ын және Xiaomi деген сияқты телефондарды да BYD өндіреді. Енді барлығымыздың ойымыздағы сұрақ: BYD кім? Бұл сұраққа жауап беру үшін біраз мәлімет жинадық. Тіпті құрушысы Wang Xiangfiдің де өмірін зерттедік. Және Қытайдың құпия архивтерінен бұл кісінің кім екенін және компанияның нелер істей алатынын сіздер үшін білуге тырыстық. Түркияда $1 миллиард инвестиция жасап, BYD компаниясы құратын бұл кісінің есімі Wang Qiangfu. Қытайлық BYD компаниясының құрушысы және бірінші нөмірлі басқарушысы. Отбасында 8 баланың ең кішісі болған және ата-анасы оқуды жазуды білмеген. 13 жасында әкесінен, 15 жасында анасынан айырылған бұл бала қалайша әлемге танымал BYD компаниясын құрды. Бұл оқиға Қытайдың жоқшылықпен сыналған 1960 жылдарда басталады. Адамдардың қарнын тойдырудың өзі проблема болған кезеңде ағасының зорлаумен мектепті жалғастырған Ванг мектепті бітіріп университетке химия бөліміне оқуға түседі. Сол кезден бастап батареяларға қызыға бастаған ол бакалавриатты бітіргеннен кейін магистратуранда атақты университеттердің бірінде оқиды. Ол өмірде академиялық өмірді жалғастырып, зерттеуші болуды мақсат етті. Ол жаңа технологиялармен жұмыс істегенді жақсы көретін еді. Ол жұмыс істеген университет оны Шыңжаң қаласындағы батарея фабрикасына ауыстырғаннан кейін оның өмірі өзгерді. 90 жылдары Қытай экономикасы қарқынмен дамып келеді. Ол жұмыс істеген компаниясынан шығып, өз армандарына қарай бет бұрады және өзінің жеке компаниясын құрады. Енді батарея данышпаны өзінің батареясын өндіретін еді. Сол кездері Жапония бүкіл әлемге құрамда никель бар батарея сататын. Бұл құрамда никель бар батарея табиғатқа зияны көп болғандықтан литий бар батареяны өндіруге көше бастаған еді. Жапондықтар нарықтан шегіне бастағаннан кейін Ванг бұл сәтті пайдаланып 1991 жылы батарея фабрикасын құрады. Сол кездері компанияның осындай дәрежеде дамып кететініне деген сенім жоқ еді. Сол себепті оңай бір есім қояды: BYD немесе BYD. Болашақта миллиардер болатын жиендерінің бірінен үлкен көлемде қарыз алып өндіріс орындарын ашады. Өндіріс орындарын ашқаннан кейін BYD өте жылдам қарқынмен түрлі компаниялармен келісімшартқа отыра бастайды және бір жылдан кейін литиум батареясын өндіруде бастайды. Себебі Вангтың негізгі мақсаты болашақтың технологиясы болған литиумда бірінші нөмір болу. Алдымен Motorola, Nokia және Samsung компаниялары үшін батарея өндіре бастаған BYD Қытайдың арзан жұмыс күшін өте керемет пайдаланады. BYD және Wang бірінші жыл ішінде ешкімнің жасай алмағанын жасайды және Қытайдан ең үлкен батарея өндіретін әлемнің екінші компаниясын шығарады. 2002 жылдан бастап бұл компания тек қана батарея емес, телефонның түрлі бөлшектерінде өндіре бастайды. Сол себепті әлемнің ең үлкен телефон өндірушілерінің бірі. Тіпті Apple'дың iPad'ында осы компания өндіреді. Енді негізгі мәселеге келейік. Смартфондардың әлемде жаулай бастағанын көрген Ванг алдымен телефондарға батарея, артынан телефон өндіруді бастады және компаниясына үлкен сәтті сатылымдар алып келді. Компанияны үлкейтті, бірақ Вангтың негізгі мақсаты өте басқаша еді. Телефондарға өндірілетін батарейкаларда конкуренция өте көп және пайда аз еді. BYD дамуды жалғастыру үшін, үлкеюді жалғастыру үшін басқа бір секторға кіру керек еді. Осылайша BYD өзінің тұтынушыларына қарсылас болғысы келмеді. Жап жаңа үлкен бір секторға кіру керек еді.
Міне, бұл сектор автомобиль секторы. Телефондар және телефондарға батарея өндіретін компания қалайша бірнеше жыл ішінде автомобиль өндіретін компанияға айналды. Вангтың автомобиль нарығына кіру үшін өте керемет бір жоспары бар еді. BYD барлығының жасағанын емес, басқаша нәрсе жасау керек еді. Сол себепті олар электр автомобильдерін өндіре бастады. Тесланың әлі автомобиль өндірмеген 2003 жылы Ванг алдымен өндіріс үшін үлкен фабрика және лицензияны қажет етті. Сол кездері автомобиль өндіретін Чинчуан автомобиль компаниясы олар үшін керемет олжа еді. Осылайша Ванг бұл компанияны сатып алады. Қасындағылар және медиа оған қарсы шықты, себебі оған ешкім сенбеді. Автомобиль өндіруіне және сәтті болуына сенім жоқ еді, себебі оның BYD компаниясы осы уақытқа дейін телефон және телефонның батареяларын өндіретін. Телефон батареясын өндіретін адам автомобиль өндіруден не түсінеді деп барлығы оған сенімсіз болды, бірақ барлығы қателескен еді. Бұл жағдайды жақсы білген Ванг Toyota, Honda, Volkswagen, Mercedes сияқты көліктерді өзінің компаниясына алып келіп, барлық жерлерін зерттеп шығады. 50 шақты автомобильді шашып, қайтадан жинап, зерттеген Ванг 3 жыл ішінде өзінің көлік автомобилін өндіріп шығаруды бастайды. Вангтың алғашқы шашып зерттеген көлігі Toyota Corolla болғандықтан, Corollaға ұқсас F3 автомобилін шығарады. Бұл көлік 2006 жылы 100 мыңнан астам сатылады және секторда барлығын таңғалдырады. 2008 жылы BYD F3 DM атты ең алғашқы гибрид көлігін өндіріп, әлемді тағы да таңғалдырады. Сол кездерден бастап Chevrolet сияқты атақты маркалардың копияларын жасап шығарған BYD компаниясы 2010 жылдан бастап басқаша бет ала бастайды. Гибрид емес, толықтай электрлі BYD көліктері нарыққа шыға бастайды. Сол кездері BYD-дің электрлі автомобильдерін таксистер көп сатып алатын еді. Соңғы жылдары шығып жатқан жаңа маркалары, гибридті түрлері және тоқпен жүретін түрлерімен тек қана Қытай нарығын емес, бүкіл әлемдік нарықты жаулап алуда. Өзінің сәтті істерімен бүкіл әлемге таныла бастаған Ванг, Уоррен Баффеттің де назарын өзіне қаратады. 2008 жылы Уоррен Баффет BYD компаниясына $230 миллион инвестиция жасайды. Уоррен Баффет 13 жыл ішінде өзінің қойған инвестициясын 33 есе көбейтіп арттырып алады. Осылайша Уаң Шеңфу да Қытайдың ең бай адамдар арасына өз есімін жаздырады. Вангтың кедей бір отбасынан шығып, Қытайдың ең бай адамдарының қатарына қосылуындағы ең кілт нүкте бұл батарея. Себебі BYD компаниясының осындай жетістіктеріне жетуіндегі негізгі мәселе, кілт нәрсе бұл батарея темасын жақсы білулері еді. Осылайша соңғы жылдары BYD-дің керемет батареялары 100 мыңдаған долларлық көліктерге де қолданыла бастады. BYD 2023 жылы 111 гигаваттық батарея өндіріп, әлемнің ең жақсы батарея өндіретін компаниялар арасында екінші орынға ие болды. Tesla, SsangYong, Xiaomi сияқты компаниялар өз көліктеріне батареяны BYD компаниясынан сатып ала бастады. Өзі өндірген көліктің чиптерін, моторын, батареясын және барлық электроникасын өзі өндіретін BYD бірнеше жылдан бері автомобиль секторында алдағы орындарда алып келеді. 29 жыл бұрын 20 адаммен басталған бұл компания қазіргі таңда 100 фабрикасы және 220 мыңнан астам жұмысшысы бар. 2019 жылы жылдық өндірісі 500 миллионнан аспаған BYD 2023 жылға келіп 3 миллиондан астам автокөлік сатады. Осылайша ең жылдам дамыған автомобиль өндірушілер арасына кірді. Батарея, көлік, автобус, тир, троллейбус, КамАЗ, мотор,
чип, тіпті телефон, таблет, метрода өндірген бұл компания өз көліктерін экспорттау үшін 7 мыңнан астам көлік таси алатын үлкен кемелер құрғызады. Осылайша бұл компания Таиланд, Венгрия, Бразилиядан кейін өзінің өндіріс орнын Түркияда ашқысы келеді. BYD компаниясының тарихын қысқаша осылай айтып өтуге тырыстық. Бейне ұнаған болса не істеу керегін білесіздер. Келесі бейнеде көріскенше мен Сардар.